Өлеңнің қаны бішкен мол қайнарын, өнерде жан емесем кем қайнауым. Қолға алып қос ішекті домбырамды, толғанып едігеде елді ойладым. Туған жердің төрінде айтыс бар деп, қылыштай қызыл тілді мен қайрадым. Ассалаумағалейкум арқада кел, намысыңды қорғауға бел байладым. Көмірі ортайса да ел жұртының, көңілі ортаймаған кенді аймағым. Өз елім өзегімнен теппейді-ау деп, өлеңімнің өгізін өрге айдадым. Шыққан соң туған елдің туын ұстап, айтыстың қыздырайын мен майданын. Төбеме желбіретіп көтермесем, төменге түсірмеймін ел байрағын. Әгигәгім. Мен бүгін қызыл тілді қайрамақпын, айтысте бес қаруды сайламақпын. Қазбек бабам тойында Әлиханға аудан бер деп әкімге ой бораттым. Кеше тағы айтарем кетіп қапты, әкімден әкімді залда отыр деп байламақ кім? Мынау тағы айтат деп кетті екен деп, мен өз басым ол жағына жай қараппын. Мен сіздерден кешірім сұрай келдім, бұл істің тереңіне бойламаппын. Мен үшін залдан кетсе кеткен шығар, облыстан кетеді деп ойламаппын. Әгигәгім. Қаймағын қар өлеңнің сылып төккен, қасыма Айбек ағам күліп жеткен. Кешегі Серғалиып Әлібектей, мен сізді сөйлемеймін тіліп беттен. Ең жақсы көретұғын ағам едің, елдоны келе жатыр біліп көптен. Негізі екеумізде ұқсастық көп, секілді бір-біріне жұғып кеткен. Жүкең айтқандай мен қамиып, сіз қалиып, әрмен қарай айтайын жіліктеп мен. 78 сіз, ал мен 88, 10 жыл бұрын дәл мендей жігіт боп пең. Екеумізде арғынның баласымыз, жақындығыңды отырмын біліп тектен. Екеумізде жүрсіннің балдызымыз, жездеке деп құлағын жұлып кеткен. Әуеніміз және де әгигәгім, тыңдағанның жүрегі жібіп кеткен. Бар ақынның ішінде тек екеуміз, ақтангер деген медаль ілік кеткен. Екеумізде бір ғана айырма бар, төбеңнен қараған жан ұғып кеткен. Төбеңізге өсетін шаштың бәрі дидардың иегіне шығып кеткен. Әгигәгім. Шып! Ұлытау бұғылы мен қарқаралы, шектескен көкжиекпен шар тарабы. Қарағанды қазақтың ордасы орынын ойып алған ортадағы. Ассалаумағалейкум сәкен туған арда қазақ, армысың арқадағы. Армысың дидар деген жасақтан кер, бүгінгі қарсыласым алқадағы. Қазақтың дәстүрінде қандай қазақ қонағын сен сияқты қарсы алады. Шашымнан өрбіттің ғой әңгімені, айтыстың солай меді шартамалы.
ойынды оннан жүріп бастадың ғой, ойын білмес баладай белкадағы әгигәгім, әгигәгім. Бір Алла тағдырларды шеше тұғын, кімнің өсіп, ал кімнің өшетінін. Әкімің астанаға жоғарылапты, айтыс деп алмай жүрет кешетінім. Осы оқиға дәлелдеп берген жоқ ба айтыстың тағдырға әсер ететінін. Айтысты көмек беріп қолдағандар күн емес сағат санап өсетінін. Әгигәгім, әгигәгім. Бұл емес дидар менің бөскендігім, алайда бір нәрсені ескергенім. Қызмет ауысқанда дұрыс шығар ұрпағы емеспіз бе көшпендінің. Еліне қамқор болған азаматтың әрине қалаймыз ғой өскендігін. Алайда есімізден шығармайық өсемін деп талайдың өшкендігін. Қазаққа тұңғыш премьер-министр болып Сәкеннің де өмірден көшкендігін. Қазақ жерін ап қалған Тәшеновтің білеміз қилы тағдыр кешкендігін. Жазықсыз жазаланған азамат көп, шығуы мүмкін емес естен мұның. Қошанып ағамызға бермес екен Серік Ахметовтың кешкен күнін. Әгигәгім, әгигәгім. Әкімнің көтермеушең жалауын көп, биліктің жақпаушы едің алауын көп. Әкімді неге сонша іздей бердің, бармеді Қошаныпта қалауын көп. Әкімің қашып емес өсіп кетті, Ақорда артқаннан соң дара міндет. Бірі кетсе орнына бірі келер, қорықпа енді әкімсіз қаламын деп. Қиналып отырмысың бас жүлдені, енді кімнің қолынан аламын деп. Әгигәгім, әгигәгім. Құрғанда қосақтан кер нағыз кеңес, қай адам бұл айтыстан мән іздемес. Өзің қызық екенсің Айбек аға, бір түрлі айтып отсың арыз кеңес. Туған жерде ойлайт деп тек жүлдені, сен мені соншалықты жауыз демеш. Байқаймын ақындардың бәрі мықты, маған жүлде тиетін тәріз демес. Сондықтан бермесе де ренжімеймін, туған жер маған жүлде қарыз демес. Бірақ беріп жатса да ренжімеймін, қалайша бұйырғанды ауыз жемес. Әкім кетіп қалды деп уайым қылып, басшылардан соншама бағыз демеш. Бас жүлдені қолға алсам бол демес пе, қандай қолдан алғаным маңыз демес. Әгигәгім, әгигәгім, болған соң жанарының оты мұқтыл, көп сөзді не қылайын көпіріп құр. Бәйге берер әкімді әңгіме ғып білмейін, көкейіңде не тұнып тұр. Бәйге емес басқасына қапалымын, онда ашып айтайын етіп ұтқыр. Сол Ерлан Қошановтың туған ауылы Сәкеннің атын алып бекініп тұр. Ағой деген ауылда жанындағы кеңестің әлі салқын леп ұрып тұр.
Сәкен ауылы жанында орақпенен балғаның ескерткішін не қылып тұр? Сәкенді орып кеткен сол сұм орақ әлі де тозбапты ғой тотығып бір. Арыстардың басынан ұрған балға ол талай тарихтардан оқылып тұр. Келмеске кеткен сонау кер заманға неліктен әлі құрмет етіліп тұр? Ескерткішін төріңнен алмайтындай Құдай ау басымызға не туып тұр? Бар қазақ сәнін берсін деп айтатын Сәкеннің сәнін солар кетіріп тұр. Кеш әкімге айтпақ ем кетіп қапты, бетіне айтсам дебем бекініп бір. Әкімнен жүлде ала алмай өкіндің деп мұқатуға шеберсің отырып құр. Айеке байқадың ба дидарыңның көлгірсей алмайтынын өтірік құр. Әкімнен жүлде ала алмай қалған емес, бауырың басқа жайға опынып тұр. Осынау өкінішті жайды айтуға үлгер алмай қалдым деп өкініп тұр. Ағасын қойса айтыстың көзі ырғып, інісі не қылады өз ұрынып. Кеше қатаң ескертті жүрсін ағам, ақындар бөлмесіне өзі кіріп. Ұстасып қысқа айтыс деді, созып алмай халықты мезі қылып. Қысқа айтысқан Айеке сізге жақсы, қызметіңді біледі негізі жұрт. Осы күні білдей бір депутатсың, мәслихатта отырған сөзі жүріп. Мен кезек бермей қойсам ағамыздың көтер алмай қап жүрер төзімі жүк. Депутат көкелердің әдеті ғой, көп отырса кететін көзілініп. Сен мені депутат деп кінәлама, ұйықтауға келген жоқпын бұл араға. Ойланбай сөйлей салар бұл балалар, қазыда кім отқанын оғалама. Депутат көкелерім маубас дейме, Нұртөраға не дейді мына бала? Ағаңа отырсын ғой бұрқа білім, шамаңның жеткенінше шырқа бүгін. Мені маубас дейтұғын жөнің жоқ қой, қаншама жасасаң да бұл тағыным. Ел санасын оятқан мектеп ашып, Ыбырайдың ғұмыры шын тағылым. Маса болып ызыңдап ұлт тоятқан Ахметтей асылдың ұнтағымын. Алаш қоян қазақ деп ұран салған Міржақып Дулатовтың ұрпағымын. Әгегәгім. Басыма отырған ай жүдеулі ой кеп, ойлаушым бұл үнімді тіреу қой деп. Сен кеше Жандарбекке шапан жаптың, президент Тоқайыпқа күйеу қой деп. Менде олғы емеспін дидарыным, ойлама жол жөнекей біреу қой деп. Өтті ғой сол шапанның назасымын, үйдегі жеңешеңнің қожасымын. Ағаңа бір шапанды қимадың ба, қаншама арнасам да сөз асылын. Жандарбекке қимаған соғымыңды маған берсең, таппайма жарасымын. Жаңа айттым, менде ол қыз жан емеспін, ішінде күйеулердің тазасымын. Айтпаймын қайнатамның кім екенін,
халқым өзі танысын өз асылын. Жандарбек Тоқаевқа күйеу болса, мен осы Жандарбектің бажасымын. Әгигәрім, әгигәрім, әгигәрім. Ай екен, ниетіңіз оң екен ғой. Әрине екеумізде төбе тең ғой. Бір кездері дат айтқыш Айбек едің, шындығыңнан үкімет шок екен ғой. Ойбай үйдегі жеңгей жалайырмет, алатының енді тек төр екен ғой. Ебәсе соңғы кезде үкіметке үнің шықпай қалғаны сол екен ғой. Әгигәрім, әгигәрім, әгигәрім. Үммет едім Мұхаммед шын Расулға, ұрпақ ем өрмәдеймен дүр Қасымға. Қаламда бүгін жастар форум өтті, талантты жетелейтін түрлі асуға. Бірақ жұрттың білгені дұрыс шығар, бұл істің тұрғандығын кім басында. Омбыда алғаш жастар ұйымын ашқан, Сәкеннің бастамасы ет бұл расында. Айнадай жарқыратсам деген шығар, айналмасын деп жастар құрмасылға. Астыртын жастар ұйымын ашыпсың деп, кеңестің үкіметін мінді ашуға. Айыптап халық жауы қылып қойды, аямай жағып тастап кірді асылға. Аласарып қалған жоқ Сәкен одан, шынардай қала берді шың басында. Бір күндігін ойламай құрбан болды, сенбесең тарих көңіл дүр басында. Атамның ақ үміті ақталды ғой, міне жастар үніне үн қосуда. Сол Сәкен егіп кеткен алтын дәнек, жайқалып жеміс берді бір ғасырда. Әгигәрім, әгигәрім, әгигәрім. Ағамның көрдім көңіл күйім бірден, ініңем сізге басын иіп жүрген. Жаңа ғана шапанды сұрап едің, мінекей келіп жатыр сыйың бірден. Ағайын көңіліңнен айналайын, әрдайым пенделіктен биік жүрген. Патша көңіл халқыма рахмет, патшаның күйеулерін киіндірген. Әгигәрім, әгигәрім. Салт дәстүр тәрбиенің бір мектебі, қазаққа қонақ сыйлау сүндеттегі. Ел үстінен күн көрген мына бәле шапанды айтып едім дірдектеді. Оны да көрерменнен сұрап жапты, әншейін жігітеген дүрмектегі. Шапанын қимай тұрған бұл дүйдардан, соғым сұрап сөзімнің құр кеткені. Дидарға емес халыққа мың рахмет, үстіме шапан жауып құрметтеді. Дидардан шапан киіп қайту үшін Тоқаевқа күйеу болу міндетпеді. Әгигәрім, әгигәрім, қазақы тамырыңда қан тулаған, Дидаржан белгілі ғой қалпың маған. Соғымды бермесең де жақсы көрем, ағалық ақ көңілмен аңқылдаған. Сәкеннің 100 жылдығы тойланғанда 15 жасар бал едім жалпылдаған. Аманжол Қойлыбайдай ағаларым сол айтыста жасындай жарқылдаған.
дәл осы ағалардай болсам ғой деп алдыма міндет қойып қарқындағам. Содан бері 25 жыл өтіпті ағаңның жанарынан жалтырлаған. Саған сол ағалардың жолын берсін, арғымақ бол бәйгеде алқынбаған. Бүгінгі айтыста да оза шауып жеңіспен қуанта бер халқыңда мән. Өлгенше ұлтыңның сөзін сөйле, сұңқар сәкең бабаңдай саңғылдаған әгиған, әгиған. Әлихан, Әлімхандар ұлтұраны, ал сәкен бар қазақтың сұр тұмары. Осындай ерлер туған елге келіп, дауыл өлең ұрықты жыр туады. Қазақтың ниетіне Алла беріп, мемлекет әлі де құлпырады. Ең бастысы қазағым сен аман бол, жамалар еліміздің жыртық әлі. Алтын құрсақ аналар аман болса, әлі талай сәкендей ұл туады. Әлі талай Жақып пен Әлихандар ақ бесігін арқалап бұлқынады. Әгиғәді, әгиғәді. Рахмет ақындар. Сөзді бастап әңгімені қозғаған Дидар Қамиев Ақтангер ақын 10, бірыңғай 10, 80 ұпай. Айбек Қалиев Арқалық 1-9, 2-9 қалғаны 10, 78 ұпай.